композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, әуенді шығарып қана қоймай, оның мағынасына терең мән беретін белгілі композитор Кеңес Дүйсекеевке биыл 75 жыл. Музыкант эстрада әндері мен симфониялық оркестрлердің дамуына көп үлес қосты. Сыр елінің тумасы, Алматыдағы консерваторияда білім алып, Гүлдер ансамблінің бас дирижері, Қазақ концерт бірлестігінің музыка жетекшісі, Қазақ теледидарының музыка редакциясында бас редактор қызметтерін атқарды. Ол әйгілі Евгений Брусиловскийдің шәкірті Анатолий Бычковтан сабақ алып, түрлі музыкалық бағдарламаларға жетекшілік етті. Композитор Толғау, Жалаңтөс батыр сияқты симфониялардың түрлі аспаптарға, камералық оркестрге арналған шығармалармен 200-ден астам әндердің авторы. Сазгердің Қарағым-ай, Сәлем саған туған ел, Өкінбе сен, Ғашықтар жыры, Домбыра туралы баллада сияқты әндері әлі күнге елдің аузында. Ал музыканттың шәкірттері ол әркез жаңашылдыққа ұмтылып, музыкаға жаңа леп әкелуге тырысатын еді дейді. Кеңес Дүйсекеевке 1994 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері атағы берілді. Кеңінен құрмет, парасат ордендерімен марапатталады. Халық ықыласына бөленген композитор былтыр 74 жасында өмірден озған еді. Әйтсе де, соңында өшпес із, мол музыкалық мұра қалды. Оның өнегелі ғұмыры мен теңдессіз туындылары ел жадында.